Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасы. Бұл ақанның құлагерін қайта тірілткен, мәңгілік өмір сыйлаған, тұлпардың даңқын өшірмей уақыт көшінен қалдырмай, бүгінге жеткізген әрі болашаққа аманаттаған, қазақ тілінің құдіретін анық көрсеткен тұнық поэма «Тарлан жыр». Бұл поэма арқылы Ильяс өзінің шын жүйрік екенін көрсетті, әрі өзі дәріс алған ұлағатты мектептің мерейін өсірді. Ильястың құлагері қазақ ұлты тұрғанда ешқашан мертікпейді, ешкім мертіктіре алмайды да. Өйткені оның өзегінде қазақтың жаны, қазақтың тулаған қаны, мінезі, болмыс бітімі, рухы бәрі бар. Құлагер ғасырдан ғасырға секіріп, ұлы көшті шыдатпай ілгері шаба береді. Шексіз шөл даланың құмында, күннің аяусыз нұры астында бір-бірімен тығыз байланысты екі жаратылыстың тағдыры тербеледі. Ақан сері шексіз кеңдікте желтасыған күш пен ерік, оның адал тұлпар серігі құлагер сұлулық пен мұраттың бейнесі. Өлім күтпеген жерден келеді, олардың жанын, жүрегін жаралайды. Ақан сері адал досы құлагердің басын құшақтап, мұңында шек жоқ болады. Оның көз жасы қанды бұлақтар сияқты жолды шайып, қайғы қасіретпен жоғалтуды көрсетеді. Ақан мен оның тұлпарының өмірі бір, мәңгіліктің ажырамас бір бөлшегі болды. Олардың саяхаты, тағдырлары уақыттың ерекше үлгісінде тоғысқан. Поэзия мен тарих әлеміне сүңгіңіз. Құлагер поэмасының әрбір шумағына сіңген күш пен сұлулықты сезініңіз.